Джон Кэха түйсігіңмен ойлай біл. Джон Кэха канадалық белгілі жазушы, филантроп және адамның жеке жетілуіне қатысты ұстаздық етуші. Ол өзінің нені оқытып жатқанын жақсы біледі. Джон Кэха нөлден бастап ерекше тәсілдермен өзін-өзі қолдан жасаған адам. Ол әуелі Британ колониясының алыс провинциясына орман ішіне кетіп, сонда 3 жыл өмір сүрген. Онда Джон Кэха қандай жағдай болмасын аман қалу мүмкін екеніне көз жеткізді. Жеке жүріп, Джон Кэха медитациямен айналысты. Қоршаған табиғаттың заңдылықтарына үңілді. Ол қаланың асығыс-үсігіс өмірінен және әлеуметтік ережелерден ұзақта, мидың жұмысы мен оның әлеуетін толыққанды пайдалану мүмкіндігін зерттеуді мақсат тұтты. Түрлі ғылыми және рухани дерек көздерден ақпарат жинап, өзінің жеке бақылауы мен тәжірибесін пайдаланып, Кэха өзінің мидың күшін дамыту бағдарламасын ойлап тапты. Осы бағдарлама бойынша өзі жасаған принциптер негізінде ол адамдарды оқыта бастады. Және осы кезге дейін 100 мыңдай адамды оқытып, өз тәсілін әбден жетілдірген соң, достарының көмегімен дәрістерін қағазға түсіріп, кітап етіп шығарды. Осы күнге дейін кітаптары әлемнің көптеген елдерінде миллиондаған тиражбен шығып жатыр. Кітаптың орыс тіліндегі «Подсознание может все» деген нұсқасынан аударылды. Кіріспе. Мен сіздермен жаңа нақтылық құруға қажетті бір қатар маңызды әдістерді бөліскім келеді. Түйсігіңмен ойлай біл атты кітапта бұл тәсілді өз өмірлерінде тиімді қолданған көптеген адамдардың тарихын мысал етемін, және ол тәсілден неге мұнша тиімді екенін түсіндіремін. Кеңістіктің күштерін басқару мен өз мақсаттарыңды жүзеге асыру жолында белсенді жұмыс атқару қызығарлық нәрсе. Менің кітабым осы тәсілдер үшін не қажет екенімен сіздерді таныстырады. Сіздерге тек оны күнделікті тұрмыста пайдалану ғана қалды. 20 жыл ішінде мен осы жүйе бойынша 100 мыңнан астам адамды үлкен сүйіспеншілікпен оқыттым. Енді кітап жарық көруіне қарай, онымен әлемнің миллиондаған адамы таныса алады. Егер сіз бұл кітапты бірінші рет қолға ұстап отырған болсаңыз, қош келіпсіз. Менің ашқан жаңалығым сіздерге көп нәрседе жәрдем ететініне сенімдімін. Және сіздерге түйсігіңмен ойлай бұл жүйесін ұсыну менің жаныма жайлылық әкеледі. Бірінші бөлім. Шынайы өмірге өзге көзқарас. Горация достым, дүниеде біздің даналарымыздың түсіне кірмеген көптеген нәрселер бар. Шекспир. Ми күшін пайдалану үшін міндетті түрде физика заңдарын білу немесе шынайы өмірдің негізін түсіну қажет емес. Себебі сізге автокөлік жүргізу үшін карбюратор құрылғысына немесе от алдыру жүйесін білу қажет емес қой. Санаулы адам ғана автокөлікті жақсы біледі, бірақ бұл басқа адамдарға оны жүргізуге кедергі келтірмейді. Ми күші де сол сияқты. Кез келген адам осы жүйенің негізін үйрене алады және оны күнделікті өмірде сәтті пайдалана алады. Біз шынайы өмір негізін және соңғы 20 жыл ішінде таң қалдыратын жаңалықтарды зерттеуден бастаймыз. Олар мидың өз шынайы өмірін қалай жасайтынын түсінуге көмектеседі. Көзге елестету мен ойша көрудің тек қана арман емес, шығармашылық процесс екенін түсіндіреді. Ал олар өз кезегінде адамға заттарды біріктіру, сұйықтыққа айналдыру, тұқымның бөртіп, дәннің өсуін жүзеге асыратын энергия ағынын бақылауға және бағыттауға көмектеседі. Бұл энергия ағынының негізін түсініп, сіз ми негізін түсінуге келесіз. Және шабыт, Құдайға жалбарыну және ішкі дауыс табиғаттан тыс нәрсе емес, олар адам үшін ашық және адам қолданылатын заңдарға бағынатынын көресіз. Адамға кеңінен танымал әлемдегі заттар сияқты ми күші де заңдарға бағынады. Бұл заңдарды ғылыми терминологиядан азат етіп, қолжетімді түрде ұсынсақ, әркім түсіне алады. Осындай қызықты дүниемен сіздерді таныстыруға рұқсат етіңіз. Қазіргі таңдағы физика әлемді шексіз бөлінбес динамикалық белсенді желі ретінде қарастырады. Ол өмір сүріп, тұрақты түрде дамып қана қоймай, бір-біріне әсер етеді. Бірінші деңгейде әлем біртұтас, бөлінбес, әр затты
және әр іс-әрекетті жарып өтетін шексіз энергия теңізі сияқты. Ол біртұтас. Бір сөзбен айтсақ, қазіргі таңдағы ғылымдардың айтуынша, мыңжылдықтар бұрын мистиктер, көріпкелдер және оккулисттердің айтқандай, біз бөлек элементтер емеспіз, үлкен бір тұтастықтың бөлшегіміз. Бір тал шөпті жұлғанда барлық әлем дірілдейді. Упанишададан алынған ой. Қазіргі таңдағы физика материалды өмірге деген біздің көзқарасымызды өзгертті. Бүгінгі таңда бөлшектер негізгі заттан тұрады деген көзқарасты ешкім ұстанбайды. Олар энергия жиынтығы. Олар аяқ астынан орын ауыстырулары мүмкін. Оны кванттық секіріс деп атайды. Бір жағдайда тұтас жиынтық ретінде, екінші жағдайда таза энергия толқындары ретінде алға шығады. Өмір өзгерісте, тұрақты ештеңе жоқ. Барлығы үзіліссіз қозғалыстағы модель бөлшегі болып саналады. Таудың өзі де бұл қатты энергия бейінің нәтижесі. Әлем тірі және динамикалық қозғалыста, және біз де әлемнің бөлшегі болғандықтан тіріміз, әрі динамикалық қозғалыстамыз. Әлем бұл алып голограмма. 1947 жылы Деннис Гарбер голографиялық әсер теориясының негізін қалады. Кейін ашқан жаңалығы үшін Нобель сыйлығын иеленді. Голограмма дегеніміз бұл тұтастықты құрайтын бөлшектердің әрқайсысында осы тұтастықтың өмір сүруі. Мысалы, теңіз жұлдызы өзіндік голографиялық әсерге ие. Егерде оның бір бөлшегін кесіп тастасаң, ол қайтадан өсіп шығады. Сонымен қатар, кесіп тасталған бөлшектер жаңа теңіз жұлдызы болып өсіп шығуы мүмкін. Себебі оның генетикалық коды әр бөлшегінде бар. Мен бірнеше жыл бұрын көрмеде голографиялық әсерді пайдаланған фотосуреттерді көрдім. Солардың бірінде тік тұрған әйел бейнесі бейнеленген. Суретке оң жағынан қарасаңыз, сіз басқа суретті көресіз. Әйел темекі шегіп тұр. Егерде сол жағынан қарасаңыз, сурет өзгеше бейнеге енеді. Әйел еркелеген позада бейнеленеді. Егерде кенеттен бұл суретті жерге құлап, ұсақталып сынса, сіз ойлағандай әр сынықта әйелдің аяқ киімі немесе көйлегі болмайды. Керісінше, әр сынықта әйелдің толыққанды бейнесін көресіз. Кез келген сынықты жан жағынан қарасаңыз, суреттің қалай өзгеретінін байқайсыз. Бірде әйел темекі шегіп тұрса, екіншісінде әйел еліктіретін позада тұрады. Әр сынықта толыққанды суретті көре аласыз. Қазіргі таңда шынайы өмір өзінің негізінде голограмма және ми жұмысы да голографиялық әсерге негізделген деген көзқарас бар. Біздің ойлау қалпымыз бен әлемнің төменгі даму деңгейі арасында көптеген ортақтастық бар, және сол заттың өзінен тұрады. Ми бұл голографиялық әлемді бейнелейтін голограмма. Осы ғажайып идея авторлары Лондон университетінің физигі, Эйнштейннің шәкірті Дэвид Бом және жаһандық кванттық физика ғылымының қайраткері әрі Стэнфорд университетінің нейрофизиологы Карл Прайбрам саналады. Олар өз жаңалықтарын бір-біріне тәуелсіз түрлі ғылым саласында жұмыс істеу барысында ашты. Бом кванттық физиканың құбылыстары мен процестерін дәстүрлі теория арқылы түсіндіру барысында бірнеше рет сәтсіздікке ұшырап, әлем голографиялық табиғат деген шешімге келді. Прайбрам адам миын зерттеу барысында дәстүрлі теориялар оның көптеген құпияларын шеше алмайтынына көз жетті. Екі ғалым үшін де голографиялық модель мағынаға толы болып, бұған дейін жауапсыз қалған сұрақтардың жауабына айналды. Олар өз жаңалықтарын 20 ғасырдың 70 жылдарының басында жариялады. Ғылыми орта олардың жаңалықтарына үн қатты. Бірақ өкінішке орай, ғылыми ортадан тысқары бұл жаңалық кең танымалдылыққа ие бола алмады. Кейбіреулер оларға күмәнмен қарады. Қай ғылыми теория болса да бұл жағдайды басынан кешірген. Бірақ жаһанның
алдыңғы қатарлы ғалымдары олардың жақтастарына айналды. Кембридждік ғалым 1973 жылы физикадан Нобель сыйлығының лауреаты атанған Брайан Джозефсон Бом-Прайврам теориясын шынайы өмірдің негізін түсінудегі озық ой деп атады. Материя мен ми арасындағы көпір кітабының авторы біздің ойлау процестеріміз көпшіліктің болжауына қарағанда физикалық дүниемен тығыз байланысты деген теорияны ұстанушы. Канада Корольдігі университетінің ғалым физигі доктор Дэвид Питт те осы теорияға келісім білдіреді. 1979 жылы Принстон университетінің техникалық және қолданбалы ғылым мектебінің деканы Роберт Джан материалды шынайылықты анықтаудағы сананың рөлі атты зерттеу бағдарламасын әзірледі. Джан және оның көмекшілері бірнеше тәжірибе жасап, өз жаңалықтарын жариялады. Ми тікелей түрде әсер етеді және материалды шынайылыққа әсер етеді деп айтуға барлық негіз бар деген ой түйді. 1994 жылы жаһанның алдыңғы қатарлы ғалымдары мен педагогтары осы теорияны әрі қарай дамытуға болатынын және белгілі бір ғылым саласында тәжірибеде қалай қолдану мүмкін екенін талқылау үшін Принстон университетіне жиналды. Бұл жаңалық ерекше, сондықтан да оның нәтижесін тәжірибеде қолдану үрдісі көптеген күмәнмен және күдікпен байланыстырылып келеді. Бүгінгі таңда материалды өмір мен сананың қарым-қатынасы таңғажайып құбылыс болып саналмайды. Сана бұл энергия. Энергияның аса нәзік және динамикалық формасы. Бұл біздің қиялдарымыз бен ойлау образдарымыздың, армандарымыз бен қорқыныштарымыздың шынайы оқиғаға не себепті әсер ететінін түсінуге көмек беріп, мидың жасаған образдары қалай шынайылыққа айналатынын түсіндіреді. Шынайы өмірдің негізінде қатысты осындай жаңалықтар болашақта біздің жан-жақты дамуымызға серпін беретін күш болуы мүмкін. Адам өзінің ашық және динамикалы әлемнің бір бөлшегі екенін сезініп, оның миы шынайы өмірді жасауда шешуші роль атқаратынын түсініп, ол өмірге деген белсенді және шығармашыл әдісті дамыта алады. Енді оған болып жатқан оқиғаға шетте тұрып қарау керек емес, себебі ашылған жаңалықтар бойынша шет жоқ және ешқашан болған емес. Барлығы өзара әсер етуге негізделген. Қайда барсақ та, не жасасақ та, біздің ойларымыз бізді қоршаған шынайы өмірді жасайды. Жаңа теорияны ашу шыңға өрмелеу сияқты. Себебі сіздің алдыңызда жаңа әрі кең көрініс ашылады, деген Эйнштейн. Аталмыш кітапты оқу барысында сіз осындай жағдайға тап боласыз. Көп уақыт өтпей, сіз өзіңіздің нақты мүмкіндіктеріңізді ашқан сәтте, сіздің ойша өрлеуіңіз сыйақыға ие болады.